арналған екі тобымен Шиза лақабаты бар әншінің концертінде өте өрескел әрекет орын алды. Қазақстан Республикасының туы келеме жетілді. Әншілер тарапынан әдепсіз анайы сөздер айтылды. Іле-шала кешірім сұраған және айыппұл төлеген мәлім болды. Біздің бәріміз жаңа Қазақстанды құрамыз деген ниеттеміз. Жаңа Қазақстанның ең басты талабы заң үстемдігі. Заң бәрімізге ортақ. Құр кешірім сұраумен құтылу, жауапкершіліктен жалтару деген сөз. Мемлекет басшысы кеше өз пікірін білдірді. Бұған көк туымыз қастерлеп, тәуелсіздігіміздің символы, мемлекеттік рәміздерді қастерлеу әр азаматтың перзенттік парызы, байрағымызды пайдалану тәртібін қайта қарау керек деді. Қоғам бұл оқиғаға Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы, Ішкі істер министрлігі қандай құқықтық баға беретінін әлі де күтіп отыр. Мәдениет және спорт министрлігі мен Алматы қаласының әкімдігі жауапкершілік жүгін сезіне ме? Олар неге үнсіз қалды? Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 372 бабы бойынша Қазақстан Республикасының рәміздерін қорлау, 2000 айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға, не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не 600 сағатқа дейінгі қоғамдық жұмыстарға тартуға, не 2 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Әдетте концертті кімдер ұйымдастырады? Қалтасында қомақты қаржысы барлар өткізеді. Оларға мынандай мөлшердегі айыппұлды төлей салу түкке тұрмайды. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 434 бабы бойынша әртістердің көпшілік алдында былапыт сөздерді айтуы ұсақ бұзақылыққа жатады. Заң бойынша бұл үшін 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады, немесе 10 тәулікке қамауға алынады. 440 бапта көпшілік алдында ішімдік ішіп шыққаны, есірткі пайдаланған үшін жауапкершілік қарастырылған. Еліміздің ата заңында шығармашылық еркіндікке кепілдік берілген. Ал еркіндікті ессіздікпен алмастыруға болмайды. Ар мен ұят ұлттық құндылықтардың негізгі өзегі болуға тиіс. Әлемнің көптеген елдерінде концерт өткізудің процедуралық жолдары бар. Ел алдында орындалатын туындылардың мән мазмұны мен мәтіні сол елдің идеологиясына сай келе ме? Өнерпаздың жеке репутациясы қандай деген тексерістер алдын ала жасалады. Концерттің маршруттық бағыты, репертуар мәселесі, қауіпсіздік шарттары өте қатаң қадағаланады. Осы айтылғандарды ескере келіп, мемлекеттік рәміздерді қорлау бойынша заңның баптарын барынша қатайтуды, белгіленген айыппұл мөлшерін 2 есе көбейтуді және жаза мерзімін 5 жылға дейін ұзартуды. Мәдениет туралы заңға концерттен және табысқа мәдени көпшілік іс-шараларды ұйымдастырушылар мен жекелеген өнер өкілдерінің халық алдындағы жауапкершілігін қамтамасыз ететін баптарды енгізуді, әдепсіздік көрсеткен, былапыт сөз айтқан, есірткіге елігіп ішімдік ішкен әншілерді, өнерпаздарды 5 жылға дейін сахнадан аластатуды, Мәдениет министрлігі жанынан репертуарлық алқа мен республикалық және аймақтық көркемдік кеңестер құрылған белгілі ғой, солардың жұмысын күшейтуді, бұқаралық ақпарат мәдени шараларды өткізу және жүргізу талаптарына халықтың салт дәстүрі мен әдет ғұрпын сақтау мен сыйлау ережелерін енгізуді, осы талаптарды бұзған шығармашылық ұйымдар мен әншілердің қызметін 5 жылға дейін шектеу қоюды талап етеміз.